Баршаңызға сәлем. Бүгін осы көйлектің сіздерге қалай пішілуін көрсетемін. Және де мені примеркада дайын тұр. Арт жағында замок болады. Мына выточкалардың бәріне пластмассовый нені қойып, бұл корсетный киім деп айтады. Ал кеттік үйренуге. Осы 2 метр матамыз мынау міне. Осы тұрғаны 2 метр. 2 метрді былай бүктеп, мінекей, одношовный болғаны үшін бізде мына жағы жабық. Міне, осы жабық жағын бер қарай бүктейміз. Мінекей, осылай бүктеп шығамыз біз. Міне, бүктеп шықтық. Мінекей, беліміз біздің 40 сантиметр болған, оны бүктеп көрсетемін. Мынаны былай бүктеп, осыны қазір біз осы жерге саламыз былай. Міне. Салып атқанда да мен бұл жерден және артық алдым. Өйткені белі сборка болу керек. Міне сіздерге жаңа бүктеп көрсеттім. Енді мына жерлерді мұқият көріп алыңыздар. Осылай өлшеп сызған жеріміз біркелкі циркуль сияқты болу керек. Осы жерден біз қырқып тастаймыз. Одан кейін мына етегінде солай циркуль сияқты сызып алдық. Бұл жақты да кесіп аламыз. Осылай. Мінекей. Көрсеңіз өте жеңіл. Қалай төсегенін бәрін оқып алдыңыздар деймін. Мұқият кері қайтарып, қайта қарасаңыздар түсінесіздер. Мінекей осылай қырқып алып, қайта бүктеп, бұның артық жайларын және де қырқып алып тастаймыз. Міне осылай бүктеп, қарасаңыз, етегінен азырақ артық шыққан, соны да біз тегістеп қырқып отыруымыз керек. Өйткені әр жері әр түрлі болып қалады, ұзын, қысқа болып. Мінекей осылай кесіп алып тастаймыз. Өте оңай, жеңіл түрінде пішіліп тұр. Мұқият қараңыздар. Аңғарып қарасаңыз, қиын емес. Бұл бірақ тігіс, арт жағынан тігіс болады. Ол және де біз мына сол жағындағы аяғынан да кесік ашық жасаймыз, айыр. Сәндеу үшін фасоны өзі бізге берілгені солай. Міне ортасын белгілеп тұрмын бұл шеті. Қазір біз мына жерден бір 20 сантиметрдей алып, қайт төсеп, сол жағы болу үшін қайт төсеп көрсетіп атырмын. Енді осы жерден біз сызып аламыз. Осы екеуінің ортасын саламыз. Міне осы жерден. Мінекей. Енді осы жерден біз аяғына шейін сызып аламыз. Міне. Сөйтіп біз бұны қырқып шығамыз. Бұл жерде бізде сол жақтағы аяғымыздың жағына ашық болу керек. Арқасында бір тігіс, осы жері ашық болады. Міне қазір сіздерге денемізге өлшеп, қалай тұрғанын көрсетемін. Міне көрсеңіздер, осы сызықпанан не қылады? Міне сборкалап, өте әдемі кең молынан алдық. Жиі сборка салынып, вышний болып тұрады. Бұл нәзік қыздарға арналған көйлек. Біздің көйлегіміз гефюр болғандықтан біз қазір астарында пішеміз. Астары мінекей тура сондай қып, мына жері бүтін, мына жағын андай 2 метр матаны осылай үш бұрыштап бүктеп аламыз. Мына қысқа жерінен белгілеп жүзді алып алдық. Белін кеңдеу қылып аламыз. Анаған қарағанда сәл кеңдеу қылып аламыз. Өйткені астарда сборка көп болса, әдемі болмай қалады. Міне осылай циркуль сияқты бәрін сызып алып, осылай қырқып аламыз. Қырқып алып, бұның етегін қайта бүктеп, тегістеп шығамыз. Өйткені бір қырққанда біздікі тегіс болып шықпайды. Міне көрсеңіз осындай артық. Мінекей осы. Енді біз сол жағын бүктеп, ортасын тауып алып, сол жағын бір 15 сантиметрдей жерден белгілеп аламыз да, қазір біз бұл жерде сызып, міне ортасы, мына жерден міне осылай қырқып, бірақ бетін қырқып қоямыз. Арқасын аламыз, дпсыны салдық. Біздің кеудесі 16 сантиметр төмендеу болу керек. Выточкасын салдым, артық запасыман алдық. Қырқып алдық. Мына қолтығының астын осылай оямыз.
бізде бұл корсет үшін біз үлкендеу запас алдық. Өйткені выточкалардың қастарына пластмастарды тығып қоямыз. Міне астарын үстіне қоямыз да, тура соның үстіне қойып пішіп аламыз. Өйткені ешқандай артық кем болмау керек жерде. Мінекей белгілеп алдық бұларды. Арқасында бізде замок болады, сол үшін матамыздың гипюріміздің де арқасын кесіп қойдық. Міне болды. Қазір біз алдын пішіп аламыз. Алдын выточкасы 12, былай қарай 15. Міне белдерінде туралап өлшеп аламыз. Жаңағы өзімізге керектісін әркім өз меркаларыңызды салып өлшейсіздер. Мінекей осылай сызып, бірақ біз артықтау алдық. Артықтау алған себебіміз бізде корсет тігіледі выточканың қасында. Міне осылай пока сызып алып, тігіп бұл примеркада дұрыстап жөндеп аламыз. Өйткені обязательно примеркадан кейін көп нелері болады. Өзіне тақалып тігілу керек, бұл корсет болғандықтан. Мінекей үстіп қазір қырқып алып, мына выточканы қырқып алып тастаймыз. Бізге қажет емес, мына жағындағы выточканы қырқып алып тастаймыз. Міне осылай мен осы выточкаларды қалай ашылуында көрсеткенмін. Сол сияқты ашып, лекал дайындап пішсеңіздер де болады. Артық жайларын бәрін алып тастаймыз. Мінекей осылай пішілді. Қазір мына бетін боковойын тағы да алып, артық жайларын бәрін алып, басқа матадан қазір бір бетін қойып пішіп аламыз. Сол ұзындығына байланысты аламыз. Бұл енсіз мат, көлденең болып тұр. Бұл жерден алмаймыз. Мынаусы тура келетін сияқты. Осы жерден қазір біз екінші боковойында төсеп қырқып алып аламыз. Екі боковой бол керек, ортасы бүтін болады. Қазір пішіп барысында бәрін пішіп атқан кезде бәрін мұқият көріп алсаңыздар болады. Қайта қарап, бірдестен сіздер ұқпай қаласыздар. Өйткені жайлап қарап отырсаңыздар, оңай түрінде үйреніп кетесіздер. Мінекей екінші боковойында тегістеп қырқып алдық. Бәрі түгел болды. Енді біз бұған осы астарымызды қойып, гипюр матамызды пішіп аламыз алдын. Арқасында алды, мінекей қалай пішілген, осылай пішіп аламыз. Міне пішкен алдымыздың лекалын қойып, осылай бүктеп, міне тақап, ешқандай артық кем алмай, турап осы астарман бірдей қып біз қырқып аламыз. Мінекей қырқып алдық. Міне астарын үстіне қоямыз да, тура соның үстіне қойып пішіп аламыз. Өйткені ешқандай артық кем болмау керек жерде. Мінекей белгілеп алдық бұларды. Арқасында бізде замок болады, сол үшін матамыздың гипюріміздің де арқасын кесіп қойдық. Міне болды. Міне пішкен көйлегімізді қазір примеркаға дайындап отырмыз. Бұл примеркада сіздерге айтқам, жаңағы бізде айырып ашық. Бұл ашық анау сол жағында болу керек. Мінекей пока примеркада қанша ашатынын кейін көрсетеміз. Мына жері жаңада 16 сантиметр. Арт жағында замогы болады бұның. Мінекей замок. Міне примеркадан кейін бұл тура осы күйде корсетпен тігіледі. Міне пішкен көйлегімізді қазір примеркаға дайындап отырмыз. Бұл примеркада сіздерге айтқам, жаңағы бізде айырып ашық. Бұл ашық анау сол жағында болу керек. Мінекей пока примеркада қанша ашатынын кейін көрсетеміз. Мына жері жаңада 16 сантиметр. Арт жағында замогы болады бұның. Мінекей замок.
Mana примеркадан кейін бұл тура осы күйге корсетпен тігіледі.